Баршаңызға сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сүрленген еттен қуырдақ дайындайтын боламыз. Видео барысында мен сүрленген етті қалай жұмсақ пісіретін жолын айтатын боламын, сондықтан видеоны соңына дейін толық қараңыз. Және міндетті түрде каналыма подписаться батырмасын басып тіркелуді ұмытпаңыз. Ең бірінші етімізді жақсылап жуып тазалап алатын боламыз. Және де қай еттің түрін пайдалану маңызды емес, өзіңізде бар кез келген етті пайдалана бересіз. Және де еттің мөлшерін нақты қанша грамм алдым деп те айта алмаймын, себебі әр адам өзінің үйіндегі адам санына байланысты және етті аз қосуына, көп қосуына байланысты пайдаланады. Сондықтан өзіңізге керекті мөлшердегі етіңізді турап аламыз, және де қазанымызға майымызды құйып, кішкене қыздырып алып, етімізді қуырып бастайтын боламыз. Етімізді қуырып жатқан кезде 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық қара бұрышымызды және 1 шай қасық зірәні қоссақ, етіне ерекше дәм береді. Және де осы сүрленген етті біз жұмсақ қылып пісіру үшін ерекшелік 1 шай қасық картоп крахмалын қосатын боламыз. Сонда біздің етіміз жұмсақ болып, әдемі болып пісетін болады. Дәмдеуіштердің барлығын қосып болғаннан соң жақсылап бір араластырып, қазанымыздың бетін жауып, баяу отта 20 минуттай қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырылып дайын болды деген уақытта біз пиязымызды салып қуыратын боламыз. Пиязды барынша көбірек қоссаңыздар, қуырдағыңыз дәмді шығады. Етіміз бен пиязымыз қуырылып жатқан кезде біз картошкаларымызды жуып, қабығынан ашып, керекті формамызда турап алатын боламыз. Енді картошкаларымызды салып қуыратын боламыз. Ешқандай су қоспаймын. Осы еттен шыққан майына баяу отта бұқтырылып пісетін болады. Міне біздің сүрленген еттен пісірген қуырдағымыз дайын болды. Дәл осылай сүрленген етті пісіріп жатқан кезде картоп крахмалын қосатын болсаңыздар, сіздердің де пісірген қуырдақтарыңыз еттері жұмсақ болып шығады. Сондықтан келесіде осылай дайындасаңыздар болады. Және де қыздар, менің каналымда алдағы уақыттарда кез келген рецептің түрін таба алатын боласыздар. Сондықтан менің арнама міндетті түрде подписаться батырмасын басып тіркеле кетіңіз. Және осы видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, астына комментарий жаза кетіңіз.